Достар, баршаңызға сәлем. Менің сабағыма, менің арнама, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі грамматикалық сабақтың тақырыбы жатыс септігі. Местный падеж. Жатыс септігінің сұрақтары кімде, неде, қайда. Ал қосымшалары да, де, та, те. Жатыс септігі іс-қимылдың орнын, мекенін білдіреді. Мысалы, ер елінде, гүл жерінде. Өнер көзі халықта дейді. Мысалы, қайда? Ер елінде. Қайда? Ел деген страна, земля, я. Ну, то есть, мужчина в своей родине, или на родине. Гүл жерінде дейді. Цветок на земле. Өнер көзі, то есть, источник искусства, халықта дейді. У народа, получается. Өте жақсы. Вопросы жатыс септік. Кімде? Это у кого? Неде? У чего? Қайда? Где? Өте жақсы. Мысалы, мен Астанада тұрамын. Я живу в Астане. Мен Астанаға барамын десе, это направление. Куда я пойду? Поеду в Астану. Өте жақсы. Арайлым машинеде отыр. Арайлым сидит в машине. А если я скажу арайлым машинеге бар десем, онда арайлым обращение. Иди в машину. Машинеге бар. Ұялы телефон ермекте. Қараңыздар. Ұялы телефон – это сотовый телефон. Сотовый телефон у ермека. У кого? Ермекте. Сонымен қатар жатыс септігіндегі сөз мезгіл мәнін білдіріп, қашан, нешеде, қай кезде тағы сол сияқты сұрақтарға жауап береді. То есть слова в форме жатыс септік обозначают также время действия и отвечают на вопросы қашан. То есть когда, нешеде, во сколько, қай кезде, в какое время и другие. Мысалы, жазда, қыста, көктемде, күзде, қашан, жазда, қашан, қаңтарда, ақпанда, наурызда, сәуірде, мына жерде ай атаулары, мынаның бәрі. Апта күндері, дни недели, дүйсенбіде, сейсенбіде, сәрсенбіде, жұмада, және тағы басқа. Өте жақсы. Мысалы, концерт сағат 7-де басталады. Сағат нешеде басталады? 7-де, в 7. Концерт начинается в 7 часов. Күзде жапырақтар сарғаяды. Қашан жапырақтар сарғаяды? Күзде, осенью. Листья желтеют. Қыста күн суық болады. Зимой будет холодно. Қыста күн суық болады. Ал жазда күн ыстық болады. А летом тепло или жарко. Келесі, жатыс септік қосымшалары сан есімдерге жалғанып, адамның жас мөлшерін білдіріп, нешеде деген сұраққа жауап береді. То есть аффиксы жатыс септік, присоединяясь к именем числительным, обозначают возраст человека и отвечают на вопрос нешеде, сколько ему лет. Мысалы, менің атам 70-те. Моему дедушке 70. Менің атам 70-те, ал мен, мысалы, 25-те. Мен 25-темін. Сенің әкең 40-та ма? Твоему отцу 40? Жоқ, менің әкем 55-те. Ары қарай, әмір 4-те. Амиру 4. Мысалы, менің 2 қызым бар. Үлкен қызымның жасы 8-де, ал кіші қызымның жасы 6-да. Өте жақсы, менің ағам 30-да. Моему брату 30. Менің ағам жоқ, бірақ менің інім бар. У меня есть младший брат. Оның жасы 24-те.
Өте жақсы, достар. Енді осы теория бізге түсінікті болу үшін практикалық жұмыс жүргізейік, я? Жатыс септігіндегі сөздерді табыңыздар. Үйде нан жоқ дейді. Где? Үйде, дома. Үйде нан жоқ. Хлеба нет. Аспанда бұлт жоқ. Қайда? Аспанда. На небе, я? Біз театрға бара жатырмыз. Бұл жерде барыс септігі, направление. Мы куда идем? Мы в театр. А если мы сидим в театре, онда біз айтамыз. Біз театрда отырмыз. Ол кезде қайда, я? Шымбұлақта қар жауыпты. Бұл жерде жатыс септігі бар. Қайда қар жауыпты? Шымбұлақта. Компьютерде вирус бар ма дейді. Бұл жерде жатыс септігі бар. Сенің жасың 20-да ма? Нешеде? Менің жасым 20-да. Бұл жерде де бар. Қыркүйекте жаңбыр жауады. Қашан? В сентябре. Қыркүйекте. Жұмыстан кейін стадионға барамын. Жұмыстан кейін после работы, я, стадионға барамын. Пойду в стадион. Это направление. А если буду в стадионе, онда стадионда боламын деп айтамыз. Менің демалысым көктемде болады. Менің демалысым қашан болады? Көктемде. Өте жақсы, бұл сөйлемде жатыс септігі бар. Сейсенбіде мен жұмыста болмаймын. Сейсенбіде, во вторник, мен жұмыста болмаймын. Жұмыста, қайда, неде, я? Мына жерде сейсенбіде, жұмыста, бұл жерде жатыс септігі бар. Где я не буду? На работе. Меня на работе не будет, дейді. 7 қарашада конференция өтеді. Қашан? 7 қарашада. Сенің туған күнің қыста ма, әлде күзде ме? Көріңіздер ме? Қыста, күзде. Сенің туған күнің қыста ма, әлде күзде ме? Келесі. Сабыржан келесі айда машине сатып алады. Қашан? Келесі айда. Біздің университетте 3000 студент оқиды. В нашем университете, біздің университетте 3000 студент оқиды, учится. Өте жақсы. Енді екінші сұрақ жауап құрастырыңыз дейді. Мысалы, сен қайда болдың? Я, сұрақ. Сен қайда болдың? Я была на работе. Мен жұмыста болдым. Өте жақсы. Сен қайда тұрдың? Где ты жил? Мысалы, мен Жезқазғанда тұрдым. А егер мына жерде қашан болса, это уже время. Ты когда встал, проснулся болатын еді. Ол кезде айтатын еді, мен сағат 8-де тұрдым деп. Сен жұмысқа қашан бардың? Мен жұмысқа сағат 8-де бардым. Сен қайда оқыдың? Где ты учился? Мен университетте оқыдым. Өте жақсы, достар. Енді әрі қарай составьте диалоги по образцу. Мысалы, Сымбат, жазда қайда демалдыңыз? Қайда? Где, я? Отдыхали, отдохнули. Сәуле айтады, Алматыда. Ал сіз ше? Сымбат, мен Сарыағашта демалдым. Енді Түркия мен Алакөлді. Жазда қайда демалдыңыз? Сәуле, мен жазда Түркияда демалдым. Ал сіз ше? Мен Алакөлде демалдым. Келесі, Тау, ауыл. Жазда қайда демалдыңыз? Жауап беріңіз.
жазда тауда демалдым. В горах. Ал сіз ше? А вы? Мен ауылда демалдым. Өте жақсы. Келесі Астана, Бурабай. Жазда қайда демалдыңыз? Мен жазда Астанада демалдым. Ал сіз ше? Мен жазда Бурабайда демалдым. Келесі, жазда қайда демалдыңыз? Бұқтырма, сосын Баянауыл. Жазда Бұқтырмада демалдым. Ал сіз ше? Мен Баянауылда демалдым. Өте жақсы. Достар, енді келесі 4-ші тапсырманы орындаңыздар. Сұрақ пен жауапты сәйкестендіріңіз. Мысалы, жеңіс күні қай айда болады? Жеңіс күні, күн деген это день, жеңіс деген это победа. День победы қай айда, в каком месяце болады? В каком месяце, да. Мысалы, мамырда, в мае. Келесі, Қазақстан Республикасының Конституциясы күні қашан аталып өтеді? Когда мы отмечаем День Конституции Казахстана? Қайда, қашан? Қай айда, в каком месяце? Өте жақсы, тамызда. Келесі, халықаралық әйелдер күні мерекесі қай айда болады? Халықаралық әйелдер күні мерекесі. Праздник, День международных женщин. День международных женщин қай айда болады? Өте жақсы, наурызда. Келесі, жұмыс күні қай күні басталады? Жұмыс күні дүйсенбіде басталады. Өте жақсы. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні қай айда болады? Жауап беріңіз. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні желтоқсанда болады. Күн мен түн қай жыл мезгілінде теңеледі? Күн мен түн көктемде теңеледі. Өте жақсы. Достар, енді сөздерді пайдалана отырып сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Руслан музыканы қашан тыңдайды? Мысалы, Руслан музыканы қашан тыңдайды? Сенбі. Руслан музыканы сенбіде тыңдайды дейді. Енді мына жерде, достар, өздеріңіз жауап беріңіздер. Мысалы, Диана компьютерде қашан жұмыс істейді дейді. Каждый день. Диана компьютерде күнде жұмыс істейді. Мына сұраққа жауап беріңіздер. Дәурен қашан газет оқиды? Сұлтан қашан теледидар көреді? Сіз қай күні демаласыз? Диас қашан хат жазады? Сәкен қай күні теннис ойнайды? Кез келген аптаның күнін мына жерге қойып, сұраққа жауап беріңіз. Өте жақсы. Енді жақша ішіндегі сөздерге жаты септік жалғауын жалғаңыз. Мысалы, сен, я, сенде сабақ бола ма? У тебя урок будет? Қалған тапсырманы, достар, өздеріңіз орындаңыздар. Олар, мысалы, у них, оларда кітап бар. У них есть книга. Қалған тапсырмаларды да тура орындап шығыңыздар. Бүгінге осы, достар, баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.